Жалпы бүгінгі таңда жастардың арасында кеңінен тараған кірме сөздер бар. Әртүрлі. Соның ішінде тема деген сөз бар. О, кеше клубқа бардым, тема клубы екен дейсің. Ана жерге барып едім, тема екен, клубы тема екен, қыздар одан өткен тема екен. Жүрсе ертең бірге барып темаға барып келейік деп. Мә деп тема деп жүреміз. Бүгінгі жастардың темасын ана көрейік жалпы. Негізгі тема бізге естейтін. Дәл қазір жастық шақта андай. Ана жерге бардым, бір ақсақал бар екен, соғыс ардагер екен, соған көмектесу керек, киімін алып беру керек, көмірін түсіріп беру керек. Міне сол нағыз тема. Ана жерде балалар үйі бар екен, жетімдер үйі, аш-жалаңаш балалар, мейірімге мұқтаж, соған барып балаларға концерт қойып беріп, бір киімдерін алып барып беріп, сондай бір жақсылық жасайықшы. Міне сол нағыз тема. Көшеде біреу машинасы бұзылып қалса, соған барып итеріп жіберсеңіз, сол нағыз тема. Біреуге жақсылық жасасаңыз, сол нағыз тема. Қоғамдық көлікте отырсаңыз, бір ақсақал кіріп келді, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Келіңіз отырыңыз ақсақал деп орындық берсеңіз, сол нағыз тема. Ата-ананы сыйлау, үлкенге құрмет, кішіге ізет, сол нағыз тема. Сабақты жақсы оқу, тек қана беске, сол нағыз тема. Көрдіңіз ба? Мен бағана айттым ғой, қазақ дараны жақсы көреді деп. Сіздер, қыздар, осындағы жігіттер, бәріміз дара болайық, дара. Біз үйде дара болайық, үйде. Атадан алтау тумас па? Атадан алтау туған мен ішіндегі біреу арыстаны болмас па дейді бұқар жырау. Сен атадан туған алтау болсаң да, сен үйдің үлкені бол, кішісі ортаншысы бір мәселе ода емес, сен дара болуың керек. Бүткіл семьяны, жанұяны тартатын сен болуың керек. Көрдіңіз ба? Сіз бәрін тартыңыз, сіз жұмыс істеңіз, сіз еңбек етіңіз, бизнеспен сіз айналысыңыз, министр болам деп мақсат қойыңыз, бүткіл бауырларымды көтеремін, менің мойнымда деңіз. Міне даралық деген осы, міне тема деген осы, көрдіңіз ба? Одан кейін мектепте сіз дарасыз. Атаман болып біреуді ұрып, соткысын тартып алу, біреуге әлімжеттік көрсету, ананы сындырдым, қырдым деген нәрсе керек емес. Даралық емес, ол жігіттік емес. Сол сенен тая жеген бала қазақтың баласы өзің сияқты. Сен бүгін күштімін деп біреу тұрсаң, ертең сенен де күшті табылады. Қанша сен тәкаппарланып жүргенмен сен жерді тесіп кете алмайсың. Қанша биікпін десең, сен аспаннан биік емессің. Бір күні Құнанбай қажы үлкен бір аста Шорманның мұсасы дейді. Сол екеуі кезіп қалған екен, бұрын-бұрын бірін-бірі көрмеген. Сонда Шорманның мұсасы Құнанбай қарап, "Ей Құнанбай" депті. "Сен кімсің менің алдымда? Мен сенен бұрын болыс болғам, сенен бұрын аға сұлтан болғам, сенен бұрын ел басқарғам, би болғам. Сенің малыңды менің малым оңыра болады, сенен баймын" деген екен. Сонда Құнанбай, "Ей Шорманның мұсасы" дейді. "Пұт болдым деп мақтанба, пұттанда ауыр батпан бар. Биікпін деп мақтанба, биік таулар бар, аш етінде аспан бар. Адамның басы Алланың добы деген. Басың бір күндік, малың бір жұттық, тәубеңе кел" деген екен. Сонда бағана Шорманның мұсасы жер шұқылап отырып қалған екен, ол көрдің ба? Сонда қанша баймыз, бейміз, батырмыз, качокпыз, спортсменбіз дейтін болсақ та, бәрібір сенен мықты табылады. Қазір мысалы тұмаудан жүріп жатқан кезі, бойың 2 метр, етің 1 метр жігітсің, қайдан келген білмейсің, тұмау атасында жатасың 2 апта ауырып. Мықты болсаң жазылып көр, не бір дәріні ішесің, 2 апта дәрен жазыласың. Сол ма сенің күштілігің? Ал егер сен күшті болсаң, сен еліңе қызмет ет. Сен біреудің нәрсесін ұрлама, біреуді ұрма, қорға мына қазақтың қыздарын. Жігіттердің бәрін жинап, бәрін алып бар, спорт залға алып бар. Темек тартама, әнелерің өзінен кіші, жанын шығар. Астанаға темек тартып тұрған әрбір қазақтың қызы, әрбір қазақтың жігіті сенің бауырың. Бауырың мынау не? Тоқтат барып қолыңмен. Көрдіңіз ба? Ол осы нәрсе нағыз тема. Сен дара болуың керек. Универде оқисың ба? Қыздардың арасында жақсы оқисың ба? Сені бәрі құрметтей ма? Егер саған Алла тағала бір қабілет берсе, ол қабілеті бекерден бекер берген жоқ. Артық берілді ма? Артық сұраласың.